Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясын қабылданғанына 28 жыл. Қазақстан Республикасы Конституциясы әділет жолын көрсетер еліміздің ата заңы, айшықты құжаты. Ата заң қазақ елі мемлекеттілігінің қалыптасуына, оның кемелденіп нығаюына мүмкіндік беретін саяси құқықтық құжат. Ширек ғасырдың ішінде тарихтан алған бай мемлекеттілік пен елдік дәстүрдің арқасында шапшаң түрде заманауи қазақ мемлекеттілігінің негізін қалады. Айбарлы асқар елді асқақтатар ата заң тақырыбы бойынша бүгін біздің қонақта Қостанай облысы әділет департаментінің бас маманы Дәрке Абылай Танатқанұлы. Дәрке Танатқанұлы, сізді міне осы біздің облыстық библиотекаға, кітапханамызға қош келдіңіз дейміз. Бүгін енді өзіңіз жаңа түсініп отырған шығарсыз, енді бүгінгі тақырыбымыз осы ата заң бойынша. Енді осы сұхбатымызды бастап кетсек, осы бірінші сұрақ осы ата заңымыз, адам құқықтары жайлы айтып кетсеңіз. Яғни биыл Қазақстан Республикасы Конституциясына 28 жыл толып отыр. Яғни бұл ең алғашқы рет Кеңес одағы ыдырап, алғашқы 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін, 2 жылдан кейін өзіміздің ең алғашқы 1993 жылы 28 қаңтарда алғашқы конституциямызды қабылдадық. Яғни бұл конституциямыз қазіргі заман талабына сәйкес келмей, сол кездегі тәуелсіздік жағына ашылған, қаншама қиындықтардың басын аша алмай, одан кейін жаңадан конституция қабылдауға тура келді. Яғни сонымен 2 жылдан кейін 1995 жылы 30 тамызда қазіргі ата заңымыз Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды. Яғни содан бастап 30 тамыз Қазақстан Республикасы Конституциясы күні болып белгіленді. Яғни бұл конституциямыз, яғни Қазақстан Республикасы ішіндегі бүкіл заңдардың болсын, кодекстердің болсын, басқа нормативтік құқықтық актілердің болсын, ең жоғарғы күшке ие заң болып табылады. Яғни бүкіл заңдар, басқа бұйрықтар болсын, үкіметтің осы заңнан осы заңға сәйкес болу керек. Бұл заң конституциядан сәйкестік болса, онда бұл заңның күші болмайды деген сөз. Яғни бұл заңымыз Қазақстан Республикасының азаматтарының негізгі құқықтарын, бостандықтарын, Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдардың болсын, басқа да бүкіл заңдармен қамтылған. Осы енді біздің жаңа өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматтары көбіміз өз құқықтарымызды біле бермейміз. Сауаттылығымыз жетпей кей кезде болады ғой енді мәселелер. Сол Қазақстан азаматтарының құқықтығын, нелерін, өзінің құқықтарын білу үшін қандай шара ма, жаңағы білімділерін арттыру үшін не істеуге болады? Енді қазіргі заманда жаңағы IT технологияда қазір бүкіл WhatsApp бар, Telegram бар, YouTube бар, Instagram бар. Қазір бұрынғы заман қолжетімді. Әрбір ақпаратты жаңағы әлеуметтік желілер арқылы алуға, болмаса мемлекеттік органдарға жүгінуге болады. Мысалы біз әділет департаменті мемлекеттік кепілдендірген тегін заң көмегі бар. Яғни бұнда жаңағы халықтың өзі берілген санаттары, Ұлы Отан соғысының ардагерлері болсын, соларға теңестірілген адамдар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, жаңағы зейнеткерлер, отбасын асыраушы болады, баласы ерте жетім болған, соларға тегін заң көмегі көрсетіледі. Мысалы, әрбір азамат жаңағы адвокатқа болсын, жаңағы заң консультанты болсын, соған жүгініп, тегін заң көмегін алуға құқығы бар. Енді жаңа Дәрке Танатқанұлы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, енді осы негізі конституция деген сөз ол қандай мағынаны, нені білдіреді өзі? Яғни бұл конституцияның латын сөзін алған кезде конституция белгілеу орналастыру деген, конституцияның құрылым деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл латын тілінен алған. Бұл қазіргі конституция мемлекеттік заңнамалық базасы ретінде танылып, 1995 жылы айттық қой, қазіргі конституциясы қабылданды. Яғни бұл қазіргі конституция 99 баптан 9 бөлімнен тұрады. Басында айтып өттім. Жаңа жоғарыда айтып кеткенде, енді осы Қазақстан Республикасын жаңа айтып отыр ғой, өз азаматтары жаңа өз құқықтарын білу үшін деп. Енді осы жалпы әр азамат жаңа жоғарыда айтып кеткенде өз құқығын білмейді. Жаңағы енді осы бір сіздерде мысалы не дейді андай бір кітапшалар ма, сондай өзі вообще құқық
құқықтың нелері болады ма? Не болады, бұршалар, нелер, Олар сол ішінде жаңа толық бәрі жазылады, жаңа құқық, адамның өзі заңдары бәрі айқын көрсетіледі. Мысалы, адам өзі дүниеге шырылдап келгеннен бастап, адам өз құқығы пайда болады. Бесіктен шыққаны. Мысалы, өйткені қазір қарап отырсаң, заң көп. Заңның әрбір саласы бар. Ол заңның саласының әрбір тармақтары бар. Мысалы, бүкіл заңды білу мүмкін емес. Мысалы, бір салада жұмыс істегеннен кейін, мысалы, қарап отырсақ, адвокат. Адвокаттық заң көмегі қызметі бар. Сол заң бойынша жұмыс істейді. Мысалы, мемлекеттік қызметшілер бар, соның ішінде мемлекеттік сату заң бойынша. Мысалы, сол заңмен жұмыс істейді. Мысалы, әрбір адам заңды білу міндетті. Қысқаша айтқанда, көшеде қоғамдық жерде жүрсіз. Қоғамдық жерде бұзақылық істеуге болмайды. Көшеде лас заттарды ішкен өздерін лақтыруға болмайды. Бұның өзі қарап отырсаң заңның бір элементі. Әрбір адам сол бала кезден бастап, мысалы, ата-анасы болсын, мектепте жүрген кезде мектеп мұғалімі болсын, бала кезде миына құйып, сол үйрете берсе, бала соған дағдыланады. Біз көше жүргенде бүйтпе, қоғамдық жерде бүйтпе, автобуста айқайлама, сөйлеме. Мысалы, біз жұмыс істейміз, жұмыста жүргенде өзі жұмыстың әдеп нормалары бар. Соны сақтау керек, жұмыстың уақытында келіп, жұмыс уақытында ешқандай тәртіпті бұзбай, соның бәрі құқық заң нормаларының бірі. Соны бәріміз бұлжытпай сақтап, сол заңмен жүріп отырсақ, онда бәріміз сіздің әңгімеңізден енді келесі сұрақ туындап тұр. Осы құқық деген мағына онда нені білдіреді? Құқық дегеніміз бұл қоғамдағы адамдардың өзара қатынасын реттеп отыратын мемлекет белгілеп қорғайтын нормалар мен ережелердің жиынтығы бұл. Жаңа айтып отыр. Құқық, мысалы. Әр азамат өз құқығын білу керек қой. Әр адам өз құқығын білу керек. Мысалы, былай мысал келтірсем, әрбір, мысалы, жай спортшыны алайық. Мысалы, спортшыны дайындайтын бапкер болады. Бапкер жаңағы спортшыға түсіндіреді. Сіздің құқығыңыз жарыста қандай норматив құқықтарды қолдану керек, қандай жарыстарға шығуға болады, қандай жарыстарға шығуға болмайды. Ол республикалық деңгейдегі ме, халықаралық деңгейдегі, әлемдік деңгейдегі ме, өздерінің өзі нормативтері болады. Одан артық шектен шығуға тағы болмайды. Мысалы, қарап отырсақ, мектеп оқушысы бір сыныпқа барды делік. Сол бірінші сыныптан бастап, әрбір балаға біріншіден үйдегі ата-анасы, яғни жанұясы, екіншіден мұғалім. Сол бала кезден бастап, балаға өз құқығын бала кезден бастап түсіндіріп, миына сіңірте берсе, өскенше кәмелет жасына толғанға үшін, ол бала ертең сондай Қазақстан Республикасының мықты азаматы, сауатты, парасатты, ақылды бола өседі. Өйткені бала кезде оған құқықтарын бойына сіңірді, одан ол бала өзі ізденіс пайда болады. Мысалы, мекеме барған кезде, мысалы, бүкіл кітапта ғой қазір. Көбісі кітап оқымайды, бүйткі әлеуметтік желілерде бәрі қаптап кетті. Бірақ негізгі балаларды кітап оқуға үйрету керек. Бүкіл білім бәрі кітапта. Бүйткі әлеуметтік желілерде біреу былай жазады, біреу былай жазады, біреу жақсы жағынан жазады, біреу жаман жазады. Негізі бүкіл білімнің кілт айтқан кез кітапта. Өзіңіз білесіз, біз кезімізде бала кезімізде кітап іште болған жоқ. Біз кітап оқыдық. Үшімен қарындасым екеуміз таласатын, мен 2 кітап оқыдым бір күнде, 3 кітап оқыдым. Соның біз пайдасы, соның қызығын көріп отырық қазір. Әрине. Мысалы, үйде балаларыма да кітап айтып, сіз сотканы қойыңдар, сотка саған танақ болмайды. Сіздер еді болашақ өмірлерін кітапта, мысалы, еді шықты ғой міне каникулға. Сентябрьдің басталған кітапты қайтып бастамасып тағы оқы. Білімді алып, өйткені сен мектеп бітіресің, енді менті болады, сол өз тапсырмасың, өзің енді тапсыруға да оңай болады, өз оқуға түсуге оңай болады. Әрине. Балаларымыз не береміз? Қазір қарап тұрсаң, қазіргі жасөспірімдер өте ақылды. Бір нәрсе айтсаң, менің құқығым бар деп шыға келеді. Ондай уже 16-18-дегі балалар өз құқықтарын біліп тұрады. Міне Дәрке Танатханұлы, бүгін сұхбатымыз өте толық қамды жауап бердіңіз деп ойлап отырмын. Енді біздің көрермендерге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Енді сізге осы алтын уақытыңызды бөліп, біздің осы кітапханаға келгеніңізге көп-көп рахмет.
осылай енді жаңа айтып отырық қой, жаңағы біздің өсіп келе жатырған ұрпаққа, қазақ еліңізге осы мейраммен, тәуелсіздік күнімен құттықтап кетсеңіз, өз лебізіңізді білдірсеңіз болады. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматтары, келе жатқан 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Яғни алдағы болашақ ұрпағымыз осы кемелді жас Қазақстанымыздың жақсы азаматтары болып өсіп, келешек ұрпағымыздың алдағы экономикалық болсын, әлеуметтік болсын, дамуына жақсы үлестерін қосып, еліміз әрі қарай дами берсін. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.